Ассалаумағалейкум ағайындар. Алдында бір кісілер сұраған екен, айнаны қалай жабыстырамыз деп. Қазір мына айна тұр. Осылай беріп жерген. Сол жерде есептеп, осылай параққа сыздырып алғандарыңыз дұрыс. Міне висатасы 1,77 жарым. Былай қарай 0,87 сантиметр. Соны жан жағына қиықтарын өлшеп өздері есептеп береді сол жерден. Қазір мына жерге стенаға қоямын. Бұл стена мына жерде дәнап жағылған, оған жабыса береді. Өйткені бұл силикон клей. Силикон. Қандай силикон болса да желательно титан болған дұрыс. Мен титан алып келгенмін, мынау қалдығы. Титанмен жабыстырған дұрыс. Астына просто так жабыстырасыз, айнаға жағып алып. Одан кейін мына жаққа газ лазер қоямын. Сол бойынша жабыса береді стенаға. Стена краскамен тұрса да жабыса береді. Эмульсия көтеріліп тұрмаса болды. Черновой стена барлық жерге жабыса береді. Мен мына жердің қазір бұрышпен терезеге центровать етуім керек. Сол кезде ортаға түсетін болады. Ал қораға жазып подписчик жасап отырыңыздар. Жұмысымды бастаймын. Видеоны толықтай көріңіздер ағайындар. Міне құрметті ағайындар, мына жерге лазерді қойдым. Центровать еттім былай қарай. Енді осы бұрыштан былай қарай 87 сантиметр алынады. И орта полностью айна болады. Айнамыз мынау. Мынаған бір қараған кезде бәрі бірдей ойлауларыңыз мүмкін. Бұл 90 градустық ромбик емес. Былайынан ұзындау, былайынан қысқа. Сондықтан мынаны бөлік отдельно есептейді. Мынаны бөлік отдельно есептейді. Осы жерден жаңылысып қалмау керек. Қазір мына жерге басын бастап қоямын. Осы бұрыштан. Содан ары қарай қаланып кете береді. Ал тамашалай отырыңыздар. Міне ағайындар, силиконды осылай ұстап тұрып түйіп аламыз. Алғаннан кейін мына лазерге осылай бұрышқа қоямыз. Осылай келтіріп қоямыз. Астына қарай тайып кетпес үшін астынан шұрып қатырып қоямыз осылай. Қалғаны уже осылай кете береді. Мына сопақшасы мына бетіне осылай түседі. Одан ортасына целыйлар кетеді мыналар. Мына параққа қарап отырып үлгіге осылай жасай береміз. Оның түк те қиындығы жоқ. Осылай бір күн тұру керек жабыстырғаннан кейін. Одан кейін ертесіне рамкасын жасап бітіре беруге болады полный. Міне құрметті ағайындар, жабыстырып біттік. Енді шетіндегі обналичкілерін жабыстырамын.
қалса сонымен біте қалады. Мына жақта да Ерсұлтан деген мастер жабыстырып жатыр. Галтелді. Ішінен шыбан өтпейтіндей, шамал өтпейтіндей қылып жабыстырды. Енді стенаны ертең бояймын қайтадан басқа түске. Міне құрметті ағайындар, мына жерде қазір айнамыз бітті полный. Жан-жағына рамкасын салдық. Тек скотчтарын алу керек. Осылай жабыстырасыз. Мен айтқан бойынша болды, қалады. Ал арнаға жазылып, подписка жасап отырыңыздар. Алда тағы да видеолар шығып отырады.